варикозное расширение вен аяқта, геморрой, жүрек ауруларының бәрі опять бауырға байланысты. Сонда бауырыңызды қалпына келтіріп отырсаңыздар, үнемі тазалап отырсыздар, ана қаншама бәленбай аурулардың бәрінен құтылады екенсіздер. Мынау гепа соған арналған. Гепатопротектор, мембрана стабилизатор, желчегонный эффект. Шөптен жасалған тапты. Нефра деген екеуі бірге қыстап тұрған себебі энергиясы бойынша бірге жүреді и мына бүйрек. Неге Қытай медицинасында бүйрек на первом месте? Бүйрек ауыратын кісілер білесіздер, ешқандай емі жоқ, диализге түседі. Қаншама адамдар диализде жоқ еді, бүйрек кетті ме бітті, емделмейді. Причем екі бүйрек бар ғой, екі түрлі функция атқарады екен. Сонда біз для профилактики шығардық. 6 түрлі шөптің жиынтығы. Цистит, әйел адамдар жиі кездеседі. 5 күнде, 10 күнде құтыласыздар. Бір айдың көлемінде адамдар өмір бойы циститпен ауырып жүрген кісілердің бәрі содан құтылып жатыр. Біз сами не ожидали, шыны керек. Потом недержание мочи. Әйел адамдар жас қыздарда келіп кездесіп жатыр, ер адамдарда жиі кездесетін ауру. Репродуктивная система малый таз. Бүйректе тас болмайды, бауырда тас болмайды. Для профилактики, ауырғанда ғана жүгінбей, қазынан бастап для профилактики балаларға берілуге болады. 1 жас, 2 жастан бастап капсула жұтақса болды екен. Беріңіздер. Осы міне үшеуінде айтып